Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте жұмсақ, тәтті әрі дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз ең алдымен ашытқыны, яғни апараны дайындап алуымыз керек. Бөлек ыдысқа суымызды, тұзымызды, шекерімізді және ашытқымызды, яғни дрожжды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Тағы бір ыдысымызға сүтімізді, майымызды, жұмыртқамызды және де майонезді салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте дайын болған апарамызды алып, яғни осылай көтерілуі қажет. Екінші ыдысымызға құйып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды үстіне салып, жақсылап біркелкі етіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді дайын болған қамырды 40 минут немесе 1 сағатқа бетін салафанмен жауып, көтерілу үшін қалдырамыз. Міне, біздің бауырсағымыз ашып дайын тұр. Келесі кезекте орташа қалыңдықтағы қамырды жаюымыз қажет. Үстеліміздің үстіне ұнды сеуіп, қамырды жаюға кірісеміз. Менде бауырсақты дөңгелек қылып кесетін форма болмағандықтан, баклажканы осылай қиып, қолдан форма жасадым. Барлық бауырсақтарды кесіп алған соң, қызып тұрған майға бауырсақтарымызды біртіндеп салып аламыз. Айтуды ұмытып кетіппін. Майды молынан құю керек. Себебі бауырсақтардың түбі, егер ыдыстың түбіне тиетін болса, бауырсақтарымыз дұрыстап көтерілмей қалады. Және де ең бірінші астының піскенін күтіп, сосын барып бетін аударамыз. Сонда бауырсақтарымыз жақсы пісетін болады. Міне, біздің бауырсағымыз дайын. Жасап көріңіздер. Егер сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар.